Жылаушы едім. Келгенде мен өлікке ғана келушмедім. Қуанышқа қашан келемді. Көкатырмысқа шығады дегенде. Келетін автобус болмай, не мәшін болмай. Жылап еңіреп отырғанда түн ішінде хабар келді. Астанаға мәшін келеді. Мама барасың ба дегенде жарты сағаттың ішінде жиналып келіп едім осында. Көканға келдім деп. Сол 2 жасқа кең шаңырақ, қажымас қайрақ, босағадары берік болсын, денсаулық тілеймін. Алтыным, күнім, жаным бақытты бол. Алыстан үстімде сағынғанда Гүлнұр қалың қалай деп. Жұмыста отырса да звонить етсем, телефон алып, мамамдардың қалы қалай өлі деп, бәріне әңгімесін айтып, жаңалықтарын айтып. Мен осы тірі жағында отыратын осы қыз болған. Кішкентайынан бірге өткен. Енді бәріміз шешесін дейміз ғой. Аман болсын. Құдаларға тілейтінім денсаулық. Ешқашанда ренжітпеңіздер. Алақанымызға салып өсірген қызымыз. Бәріне бақыт тілеймін. Өмірлі шүбірлі болыңыздар. Осы майдастырғанда бәрлерің бірге жинала беріңдер. Бауырларыма да амандық тілеймін. Көп рахмет. Алыстан келіп шаршап, болыс алмай шаршап келіп жатқанда давление көтеріп. Осы бауырларын бәрін көтеріп кетті. Еңбектер сынсын. Тек қана тілейтін жақсылық. Бәрлеріңе өмірлеріңіз ұзақ, бақытты болыңыздар. Ой, рахмет. Енді мынау Инстаграмнан, әлеуметтік желіден, ТикТоктан, Ютубтан көріп жатырмыз ғой, границада қандай пробка болып тұр. Қаншама адам жаңа Ресейден Қазақстанға өткісі келіп жатқан мінекей. Енді шын айтқан кезде ол жақта да жағдай мәз болып тұрған жоқ. Мынау Путиннің саясаты ғой, енді соғысқа айдап салып жатқан. Енді мынау соншалықты оңай жол емес. Мына жерде бір келе салатын оңай жол емес. Шынымен де Сания әпкемізге бір қошемет соғуға тұрарлықтай. Қаншама пробка, қаншама адам границада өтіп жатқан. Осындай тойға келіп біздің қызықшылығымызды бірге бөлісіп жатқан сізге той иелерінің атынан, осында қонақтардың атынан рахмет айтамын. Рахмет. Ал тек жалғастырайық, әке. Күндер жалғас. Қадамдар мол болсын. Көкәде бесерік. Содан енді мол бақыт, ашық аспан. Жақсы өтірсің. Келген құраларға мол бақыт. Ол енді. Жақсы. Ал енді құрметті Жалғас, Гүлнұр, осы екі отау тігіп отырған жастың арқасында біздің ортамыз кеңейіп жатыр. Сондықтан ең алдымен біздің құдаларымызға қош келдіңіздер, қадамдарыңыз құтты болсын деп айтамыз. Барлығымыздың өстіп басымызды қосып отырған өте бір үлкен қуанышты себепке жиналып отырмыз. Осындай себептеріміз көп болсын. Ал енді Жалғас пен Гүлнұрға келетін болсақ, тілегімізді айтатын болсақ, жалпы ер адам жарық дейді, әйел адам жылу дейді, баланы бақыт дейді. Сондықтан сендердің тіккен шаңырақтарың тек жылы, жарық және бақытқа толы болсын деген тілек айтқым келеді. Тілек береміз. Өзім атымды осы уақытқа дейін бәрін естіп келдім. Гүлнұр, Жалғас, бақытты болыңыздар, денсаулықтарың мықты болсын. Осылай ойнап жүре беріңіздер. Қалалар адамдарыңызға гүл бітсін. Бақытты болыңыздар. Сіздерге рахмет. Құрметті құдалар, келген қонақтар, тойларыңыз құтты болсын, тойға той болсын. Гүлнұр, Жалғас, сіздерге бақыт тілеймін, денсаулықтарың мықты болсын. Келген қонақтардың барлығына осындай той жұғысты болсын.
Гүлнөр жалғас. Бақыттарың құтты болсын. Өмірдегі бәр жақсылық, мол бақыт, қажымас қайрат тілеймін. Құдалар келген қадамдарыңыз құтты болсын. Бәр бақыт тілеймін. Гүлнөр жалғас сіздерге бақыт тілеймін. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Аянбай, Құда қаласа немере сүйіңіз. Гүлнөр сізді қуанта берсін. Тек қана жақсылыққа жайылсын дастархандарыңыз. Бәріміз аман болайық, бар болайық, деніміз сау болсын. Рахмет сіздерге.